Şişkan balonga arnagan arnayı sıyılık var. Bu payına Kazak dalasının tutpar-tutparına girgen hadi gel içteki. Tındağızlar. Kız töresi bir kız şan canavarlar arasında ötетін Kazakça kres sayısına şakırada. Şan canavarlar arasında ötетін Kazakça kres sayısına şakırada. Sayısına жеңіп шыққан балуанға арнаған арнайы сыйлық бар. Күштер мен ерлер жиналатын бұл сайыста Қазақ даласының түкпір-түкпіріне келген балуандар Бұл жарыста жеңіске жету оңай емес. Саған көп жаттығу қажет балам. Қазірден бастап дайындыққа кірісейік. Мен дайынмын. Өзімді бол. Бұл да балуанға аса қажетті қасиеттің бірі. Жарты жолда жігеріңді жасытып алсаң, жеңіске жету қиын болады, ұқтың ба? Ұқтым. Ал енді мына қапты тастарға толтырып әкел. Ата, қапшық толы тастың күреске не қатысы бар? Керек тастың ауырлығы жоқ деген балам. Неғұрлым жаттығуда қиын болса, сайыста оңай болады. Алдыңда сенен салмағы басым, қарсыласың тұр деп есепте. Күші басым қарсыласыңды әдіс айламен ғана алуға болады. Мысалы, анда қарашы. Міне, екеуінің күші тең емес. Алайда кішкентай Дәуіттің әрекеті үлкен жыланның бетін қайтарды. Түсіндім, ата. Сен сайысқа дайын болдың. Қой болсақтан момынды, күдірейтіп жонымды, сөз сөйлесем қонымды, шешіп алмас тонымды, азулығы алдыртпай, қарсыртпайды салдыртпай. Қазақтың ұлттық тағамы қымызды сүйісті ішіп отыр. Әсіресе Африкадан келген турист тұмсық кесеге қайта-қайта қол созуда. Ас болсын, мырзалар. Арқар мүйіз қайрабап қасқырға шабыр мекенбіз. Бұл жарысқа қазақ даласының түкпір-түкпірінен келген ең мықты балуандар қатысып отыр. Осы күрес сайысын біз жеңімпаз балуанның атымен атауды ұйғардық. Күш атасын танымас деген. Бәріңізге де жеңіс жолында сәттілік тілейміз. Тұмсық қымызға келтіп, тұмсығымен жерсізде тіреліп қалыпты ғой. Обалай. Алғашқа жұп, қасқыр мен қоян. Қасқыр қасқырлығын істеп менсінбей тұрған сияқты. Төреші дуадақтың да басы дуылдап тұр. Жарайсың қоян. Орта батыр болды деген міне осы. Ортаға екінші жұп шақырылды. Арқар мен борсық. Арқар бірден шабуылға шығып, борсықты тықсырып барады. Қойды деймін ау. Бәрекелді. Борсық балуан арқардың аяғын аспанмен келтірді. Үшінші жұп аюдай ақырған аю.
табандай күркіреген қабанмен күрескелі жатыр. Аю балуан әдегенді аты бұрып жеңіске жетті. Қандай ғажап! Төртінші жұпқа кезек келді. Тау батыры Барыс пен Қызылқұмнан келген Келес балуан. Міне бел ұстасты. Барыс шалыс қимылмен Келесті аты бұрды. Я, Келеске жеңіс елес боп қалғандай. Жартылай финалға қиналмай шыққандар. Қоян мен аю, борсық пен барыс балуандар. Іске сәт. Міне көптен күткен ақтық сайыс келіп жетті. Орман алыбы аю балуан мен тау батыры Барыс балуан. Кім жеңеді? Бүкіл қазақ даласы көз тігіп отырған бұл сайыста қай балуанның күші басым болар екен. Жайқын күш иесі аюдың темірдей құрсауынан Барыс ептілігінің арқасында тағы да сытылып шықты. Аю қалай лақтырса да Барыс аяғынан тік түсуде. Қандай ептілік, қандай төзімділік. Барыстың жеңіске деген жігеріне таңданбас қамал жоқ. Мұндайда әдіс айла артық етпес еді. Өзіңнен күші басым қарсыласыңды әдіс айламен ғана алуға болады. Міне, Барыс емін тауып аюды алып ұрды. Таза жеңіс, ғажап. Міне жеңімпаз да анықталды. Барыс балуанның құрметіне бұл сайысымыз ендігі жерде Қазақстан барысы деген атпен өтетін болады. Құттықтаймыз. Жарайсың балам. Сен қазақша күрестің мәртебесін тағы да бір көтеріп тастадың. Ұлттық күресіміздің абыройын асқақтатады.